Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауатташу сабағы. Бүгінгі сабақта біз буынға бөліп оқуды үйренетін боламыз. Ең алдымен балалар, буын деген сөзге анықтама берейік. Буын дегеніміз сөздің дыбысталып айтылатын бөлігі. Естеріңде сақтаңдар балалар, сөзде неше дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Енді балалар, мына сөздерді оқып көрейік. Ата. Ата сөзінде екі буын бар. Көбелек сөзінде үш буын бар. Балалар, бізде дауысты дыбыстар қызыл түспен, ал дауыссыз дыбыстар көк түспен белгіленеді. Буынға бөліп оқуда біз дауысты дыбыстарды анық әрі созылыңқы етіп айтуымыз қажет. Енді бірге оқиық. А, Ә, Е, Йо, И, О, Ө, У, О, Ö, Ы, Ә, Ю, Я. Ал дауыссыз дыбыстарды анық, бірақ созбай оқимыз. П, В, Г, Ғ, Д. Буынға бөліп оқытудағы ең тиімді әдістердің бірі қол соғу әдісі. Яғни дауысты дыбысты айтқанда қол соғу қажет. Неше рет қол соғылса, сонша буын бар. Енді мына берілген сөздерді қол соғу әдісі арқылы оқып көрейік. Бала сөзінде бізде екі буын бар. Келесі оқушы сөзінде үш буын бар. Көз сөзінде бізде бір буын бар. Келесі балабақша сөзінде бізде төрт буын бар екен. Балалар, енді мына берілген сөздерді бірге оқиық. Ата, мата, бала, айна, айша, айла. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үй тапсырмасына осы буындарды сәйкестендіріп келеміз. Келесі кездескенше сау болыңдар.